Салеметсізбе, құрметті көрермендер. Міне бүгін 3-ші сабақта сіздермен жүздесіп отырмын. Мына жоғарыда көрсетіліп тұрған кітаптың біз 3-ші юнитіне келіп жеттік. Present continuous және present simple'дың екеуінің салыстырмалы түсіндірмесі. Сіздерді осында көргеніме қуаныштымын. Жасап жатқан контентім пайдалы болды деген үміттемін. Сол себепті подписаться бөліміне өтіп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыз, қуанышты болар едім. Сонымен бастаймыз. Present continuous, I am doing. And the present simple, I do. We use the continuous for things happening at or around the time of speaking. The action is not complete. Present continuous осы шақта болып жатқан іс-әрекетті білдіреді, сөйлеп тұрған уақытында. Бұл әрекет әлі бітпеген. Мысалы, I am doing. Now. Енді present simpleға көңіл аударайық. We use the present simple for things in general or things that happen repeatedly. Біз present simple шағын әдеттегі жасап жүрген іс-әрекетімізді немесе қайталанатын іс-әрекеттерді айтқанда қолданамыз. Мысалы, I do. Енді мысалмен салыстырма жасайық. The water is boiling. Can you turn it off? Су қайнап жатыр. Өшірші. Water boils at 100 degrees Celsius. Су 100 градуста қайнайды. Яғни осы мысалда біз фактыны айтып жатырмыз. Екінші. Listen to those people. What language are they speaking? Ана адамдар тыңдап көрші. Қай тілде сөйлеп жатыр? Excuse me. Do you speak English? Кешіріңіз, сіз ағылшынша сөйлейсіз ба? Бұл жерде жалпы ағылшын тілін білесіз ба? Сол тілде сөйлейсіз ба деп сұрап жатыр. 3. Let's go out. It isn't raining now. Сыртқа шығайықшы. Қазір жаңбыр жауып жатқан жоқ. Тура моменттегі оқиғаны айтып жатыр. It doesn't rain very much in summer. Жазда жаңбыр аз жауады. Бұл да хабарлама жасап жатыр. 4. I'm busy. What are you doing? Менің қолым бос емес. Сен не істеп жатырсың? Дәл қазір не істеп жатқанын сұрап жатыр. Present simpleға көңіл аударайық. What do you usually do at weekends? Әдетте, демалыста не істейсің? Яғни, әдеттегі жасалатын әрекетін сұрап жатыр. 5. I'm getting hungry. Let's go and eat. Қарным ашып тұр. Барып нәрсе жейікші. Present simple жағына қараймыз. I always get hungry in the afternoon. Мен әрқашан түстен кейін қарным ашады. 6. Kate wants to work in Italy, so she's learning Italian. Kate Италияда жұмыс жасағысы келеді, ол итальян тілін үйреніп жүр. Most people learn to swim when they are children. Көп адамдар жүзуді кішкентай кезінен үйренеді. Айырмасын ұғып жатырсыздар ғой. Present continuous'та біз қазақ тіліндегі жатыр жүр, отыр тұр деген нақ осы шақ жалғауларын қолданып аударамыз. Ал present simple'да фактыны айтқанда әдеттегі болатын іс-әрекеттер, күнделікті қайталанатын іс-әрекеттер, жалпы адамның өз шындығы осы present simple формасымен қолданылады. Келесі мысал. The population of the world is increasing very fast. Адамдардың саны күрт өсуде, немесе күрт өсіп жатыр. Екінші бөлігі. Every day the population of the world increases by about 200,000 people. Тағы да фактыны айтып тұр. Әр күні адамдар саны әлемдегі 200,000 адамға өседі екен. We use the continuous for temporary situation. Біз present continuous шағын уақыт аралығындағы ситуацияда қолданамыз. Present simple жағына қарайық. We use the simple for permanent situation. Ал present simple шағын біз әдеттенген ситуацияны айтқанда қолданамыз. Енді мысалына қарап айырайық. I'm living with some friends until I find a place of my own. Өзімнің тұрғылықты жерімді тапқанша, мен достарымның үйінде тұрып жатырмын.
Present simple. My parents live in London. They have lived there all their lives. Менің әке-шешем Лондонда тұрады. Олар өмір бойы сол жерде тұрып жатыр. Бұл мысалда Лондонда тұрып жатыр деп айта алмаймыз. Себебі олар сол жерде тұруға шешім қабылдаған, сол жерде тұрып жатқан, сол жердің тұрғындары. Ал present continuous'та алдында айтқандай уақыт аралығындағы ситуацияны айтқан кезде ғана қолданамыз. Ол өмір бақи достарының үйінде тұрмайды. Өзіне үй сатып алғанша, болмаса өзінің тұратын жерін тапқанша, ол осы present continuous формасында жүре тұрады. Келесі мысал. You're working hard today. Yes, I have a lot to do. Бүгін сен жақсы жұмыс жасадың. Yeah. Дейтін нәрселерім бар. Екінші бөлігі. John isn't lazy. He works hard most of the time. John жалқау емес. Ол уақытының көп бөлігінде жұмыс жасайды. Енді be бөлігіне қарайық. I always do and I am always doing. Осыны түсініп алайық. I always do something. I do it every time. I always go to work by car, not I'm always going. I always do, яғни мен бір нәрсені күнде жасаймын деген сөз. I'm always doing something has a different meaning. For example, I've lost my pen again. I'm always losing things. I lose things very often, perhaps too often or more often than normal. Ал егер I am always doing something етістігін пайдаланатын болсақ, мысалда келтіргендей, мен ылғи заттарымды жоғалтып жүремін. Ылғи қайталанады осы әрекет. Сондықтан да біз I am always losing'ді пайдаланып отырмыз. Two more examples. You're always watching television. You should do something more active. You watch television too often. Сен ылғи телевизор көресің. Одан да бір басқа нәрсемен айналыссаң болмады ма? Сен телевизорды өте көп көресің. Tim is never satisfied. He's always complaining. He complains too much. Тимнің ешқашан көңілі толмайды. Ол ылғи да көңілі толмаушылығын білдіріп жүреді. Ол ылғи да жалғыз етіп жүреді. Яғни, бұл ережеден түсінгеніміз, жаман әдеттер ылғи қайталанатын болса, оны біз present continuous'та I am always doing something деген конструкциямен пайдаланамыз. Present simple'да да пайдалануға болады. Мысалда көріп отқаныңыздай, you watch television too often. Оның конструкциясы, оның құрылымы сәл өзгешелеу болады. Сонымен ереже аяқталды. Енді жаттығуға көшейік. Exercise 1. Асты сызылған сөздер дұрыс па, бұрыс па, соны көріп шығайық. 3. Look, that man tried to open the door of your car. Not tries. Is trying. 4. Can you hear those people? What do they talk about? No. What are they talking about? 5. The moon goes around the earth in about 27 days. Okay. 6. I must go now. It gets late. No. It is getting. 7. I usually go to work by car. Okay. 8. Hurry up. It's time to leave. Okay. I come. No. I'm coming. 9. I hear you've got a new job. How do you get on? No. How are you getting on? 10. Paul is never late. He is always getting to work on time. Okay. 11. They don't get on well. They're always arguing. Okay. Exercise 2. Put the verb into the correct form present continuous or present simple. Қайсысы дұрыс екенін көрейік. 3. Hurry up. Everybody is waiting for you. 4. Are you listening to the radio? No,
You can turn it off. 5. Do you listen to the radio every day? No, just occasionally. 6. The river Nile flows into the Mediterranean. 7. The river is flowing very fast today, much faster than usual. 8. We usually grow vegetables in our garden, but this year we aren't growing any. 9. How's your English? Not bad. I think it's improving slowly. 10. Rachel is in London at the moment. She's staying at the Park Hotel. She always stays there when she's in London. 11. Can you stop walking soon? I'm starting to feel tired. 12. Can you drive? I'm learning. My father is teaching me. 13. Normally, I finish work at 5, but this week I'm working until 6 to earn a little more money. 14. My parents live in Manchester. They were born there and have never lived anywhere else. Where do your parents live? 15. Sonia is looking for a place to live. She's staying with her sister until she finds someone. 16. What does your brother do? He's an architect, but he's not working at the moment. 17. At a party. I usually enjoy parties, but I'm not enjoying this one very much. Осымен екінші жаттығу аяқталды. Үшінші жаттығу. Number 2. The car has broken down again. That car is useless. It's always breaking down. 3. Look, you've made the same mistake again. Oh no, not again. I'm always making the same mistake. 4. Oh, I forgot my glasses again. Typical, you're always forgetting your glasses. Сонымен жаттығулар аяқталды. Енді бүгінгі сабақтың қорытындысын жасап кетейік. Present continuous тура осы уақытта болып жатқан әрекетті білдіреді. Уақыт аралығына созылған әрекетті білдіреді. Және жаман әдетті жасаған кезде continuous формасындағы конструкцияны қолданамыз. I am always doing something деген. Ал енді present simple ол жалпы шындықты айтқанда, фактыны айтқанда қолданылады. Әдетте жасалынатын іс-әрекеттер, үнемі жасалынып тұратын іс-әрекеттерді айтқанда қолданылады. Сонымен бүгінгі сабақ аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет айтамын. Пайдалы болса қуанышты болар едім. Сол себепті сіздер жақтан да бір кері байланыс болсын, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода жүздескенше деп айтамын.